Құрметті отандастар, еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын. Біз тарихтың бұралаңы көп жылдардан өтіп, бүгінгі тәуелсіздігімізге қол жеткізген егеменді елміз. Тәуелсіздік бізге үлкен еңбекпен келді. Ата-бабамыз ұрпағым, елім, жерім деп сол үшін күресіп, мың өліп, мың тіріліп жүріп, өзім жетпесем де ұрпағым жетсе екен деп армандап өткен еңбегінің жемісі. Тәуелсіздік еліміздің жаңа дәуірдегі қол жеткізген барлық табыстарының қайнар көзі. Бүгінгі күні жетістіктеріміз осы тәуелсіздіктің арқасында келді. Құрметті отандастар, құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын еліміздің керегесі, тату, тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай шын жүректен шыққан ыстық ықыласымызды қабыл алыңыздар. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер тілейміз. Мемлекетіміздің береке бірлігін, басындағы әрі әлемдік достығын білдіретін, туған жердің мақтанышы болып келетін, бұл мереке әрі патриоттық деп есептеледі. Бірлескен ұйымшылдық болып бірге жаңа мақсаттарға жетуіміз, халқымыздың ірісі және гүлденіп өсуі, сыйласуы мен тұсынысуы, әрқашанда рухларымыздың биік болып, салт-дәстүрімізді әрқашан бағалап жүрсек, алда көптеген жаңа табыстарға жетеміз. Бұл мереке күні сізге тілейтініз зор денсаулық, мақсат жолдарыңызда сәттілік, туған жақындарыңыздың жылы сезімі әрқашан сізге қуаныштар сыйлас берсін. Еуразия жүрегінде өркениеттердің ұштасқан орталығында талай ұлт пен ұлыстың қызырлы мекеніне айналған ұлы далада азат елдің азаматы атанғаннан асқан бақыт жоқ. Тәуелсіздіктің тау бесігінде тербеліп, қыран құсы қалықтаған көк аспанымыздың астында баяндыда бақытты ғұмыр кешуіңізге тілектеспін. Бұл бостандық, күш молшылық және рухани байлық сізге шын жүректен зор денсаулық, бақыт игілік және алдағы жұмысыңызда тек шығармашылық, табыс пен жаңа жобалар мен идеялардың жүзеге асырылуын тілейміз. 30 years ago on December of 16th in 1991, this holiday inaugurated the birth of a new sovereign and independent Republic Kazakhstan. For such a short historical period, the people of Kazakhstan have managed to build a democratic, constitutional and economic independence state by combined efforts. Independence Day is a memorable holiday for every citizen of Kazakhstan. It is considered a symbol of freedom, prosperity and power of our common motherland. We wish every home and every family health and prosperity, well-being, tranquility and peace.